Біреулер айтып жатады, бата беру ширк дейді, біреулер бата беру харам дейді, біреулер бата беру осы бидғат дейді. Осындай әңгімелер біздің қазір қоғамның ішінде үлкен резонанс тудырып отыр. Яғни біреулер сол батасын алмай кету. Яғни қазақта бата беру деген нәрсе, қазақта баяғы түркі заманынан бар нәрселер. Бұлардың барлығы қалыптасып қалған. Біздің яғни ата бабаларымыз отқа табынған жоқ, суға табынған жоқ, айға табынған жоқ. Тек қана жалғыз тәңір дегеніміз бір Құдай деген, бір Алла деген мағынаны береді. Яғни бұл қазақтың әхли дінде болғанының бірден бір айғағы. Сондықтан бата беру дегенде бұл жерде үлкен жолың болсын деп үлкен кісінің жастарға қайрат беруі, және былайша айтқанда психологияда қазір біздерде айтып жүр ғой, жаңағы үлкен толчок беру, адамды мотивация беру бағытында жасалынған дүние. Кез келген батаны алсаң да, біреу жаман бол, сүрініп өл демейді, міндетті түрде не қыл дейді, жолың болсын, бір Алла жолдасың болсын деп батасын берген. Сондықтан әрбір батаның түбінде үлкен ой жатыр, үлкен философиялық, яғни бүкіл дүния жатыр. Яғни бұны харам дейтіндердің өзі де жоққа шығара алмайтын шығар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, яғни сапарға шығар алдында, сапарға кетер алдында сахабаларды жұмсап тұрып та, оларға өзінің тілегін айтып, соңғы сөзін айтып, жолың болсын деп шығарып салған.